Армысыр ағайын. Ықылым заманнан халқымыздың салт дәстүрі, ел мен жер тарихы ауыз әдебиетінде көрініс тапқаны белгілі. Ауыз әдебиетінің сондай әнші маржандарының бірі Қыз жібек жыры. Естеріңізде болар, 2009 жылы бұл жырдың 500 жылдығы ЮНЕСКО тарапынан кеңінен атап өтілді. Ал біздің бүгінгі әңгімеміз осы жырға қатысты құпиясы мен қуанышы мол жағымды жаңалық жайында болмақ. Негізгі әңгімеге көшпес бұрын Қыз жібек жыры жайлы санамызда қалыптасқан ақпаратты ғаламтордың тоңғиығындағы мағлұматтармен салыстырып шықтық. Айтарлықтай айырмашылық жоқ. Тек ғылыми үрдіспен жазылған қысқаша мәлімет мынадай. Қыз жібек қазақтың ең көне мұраларының бірі. Лира эпостық дастан. Қыз жібек жыры аңыз емес тарихи оқиға. Оның кейіпкерлері өмірде болған адамдар. Бұл қазақ халқының салт дәстүрі мен әдет ғұрпын, дүниеге көзқарасын, ұғымын білдіретін көркем дүние. Жібек! Жібек! Қыз жібек эпосын махаббат гимні деудің әбден жөні бар. Оның нағыз көркем туындыға айналу процесі 16-18 ғасырларда жүзеге асқан. Ол кезде қазақ қоғамында сезімнің бостандығы, махаббат еркіндігі туралы мәселе мұндай деңгейде ашық айтыла бермейтін. Сондай-ақ ескі рулық заманның неке мен отбасына қатысты қалың мал, әменгерлік сияқты салттары үстем болғаны мәлім. Десек те, Қыз жібек жырының шығуы сол дәуірдің өзінде-ақ халықтың идеал туралы пайым түсінігінде белгілі бір дәрежеде өзгеріс әкелді. Төлеген атқан жалғыз оқ, таса бір кетті дегейсің. Төлеген мінген жорғаны-ай, бір қарақшыңа астында, Бекежанның ауасындай, босқа да кетті дегейсің. Құсқынбас қылау жапанда, ай дүниеден кетті дегейсің. Осыны айтып төлеген, ақыры сапар жөнеген. Қыз жібек жыры шамамен 17 ғасырда жазылған. Тұңғыш рет Александров Мұсабай ақыннан жазып алып, орысшаға қара сөзбен 1880 жылы аударған. 19 ғасырдың екінші жартысында татар мұғалімі Файлолла Тухфатуллин Зайсан өңірінен Қыз жібек жырын жинап, 1894 жылы Қазанда бастырыпты. Алдына Батырлар жылы 1860 жылы шыққан жинақ. Ол заманда бұл қалың кітап қалың қазақтың әрбір шаңырағында болатын. Өкінішке орай, қазір басқа талғам, өзгеше сұраныс. Жауһар жырды жинақтап, Жүсіпбек Шайхысламұлы Қазан қаласында 1900, 1903, 1905, 1909, 1911 жылдары қазақ тілінде жариялапты. Қыз жібектің Тухфатуллин нұсқасы 1925, 1933, 1939, 1957, 1967 жылдары жарық көрген. Ал 1963 жылы Қыз жібек деген атпен қазақ және орыс тілдерінде жеке кітап болып шықты. Қыз жібектің күні бүгінге дейін бізге жеткен қысқаша тарихы осындай. Қазір Қазақстан Республикасы орталық кітапханасының қолжазба қорында жырдың бірінші нұсқасы сақтаулы тұр. Ал бүгінгі әңгіме көне жырдың қырғыз еліне сақталып, біздің қолымызға түскен жаңа нұсқасы жайында болмақ. Бұл арада асыл мұрамыз қырғыз еліне қалай жеткен деген заңды сауал туындайды.
Оған жауапты тарихи айғақтармен байланыстырамыз. Өткен ғасырдың 1930-59 жылдары Кеңестер одағында атақты ГУЛАГ жүйесі болғаны тарихтан белгілі. 30 жыл мұғдарында алып державаның алып абақтысында 18 миллион адам жапа шексе, қайтыс болғандар саны 1,5 миллион. Сол алпауыт лагерлер жүйесіне қарасты Қарлақ бөлімшесінің орналасқан жері бүгінгі Қарағанды өңірі. Бәрімізге мәлім, 37 мен 46 жылдардың саяси тұтқындары бұл аймақтың саяси экономикалық картасына көптеген өзгерістер енгізді. Қарлақ еңбекпен түзеу лагері Тельман ауданына қарасты Гигант кеңшарының негізінде 1931 жылдың 19 желтоқсанында құрылып, 1959 жылы таратылды. Осы мерзім аралығында мұнда 6 миллионға жуық саяси, әскери тұтқындар азап шекті. Мына суреттегі бейнеленген Күзебай Құранов қасірет лагерінде жазықсыз айдалған жандардың бірі. Ресми тілмен айтсақ, Қырғызстандағы Жалалабад облысы Жаңажол аудандық партия комитетінің нұсқаушысы Күзебай Құранов 1953 жылы 58 статьямен сотталып, Қарағандының еңбекпен түзеу лагерлеріне жөнелтіледі. Лицом к стене! Осы тарқапаста Күзебай Құранов өзінің естелігінде айтқандай, қазақтың бір профессорымен танысады. Олар 2 жылға жуық сырлас әрі мұңдас болған. Тарихтан білетініміздей, 1953 жылы халықтар көсемі Сталиннің қайтыс болуына орай 1954 жылы Кеңестер одағында сотталғандар үшін кең көлемдегі рақымшылдық шаралары жарияланады. Оған алғашқылардың бірі болып Құранов ілінген. Құранов, встречай меня на выход! Еліне аттанар тұста қазақ профессоры оған өз қолжазбасын ұсыныпты. Қарағым Күзебай, еліңе қайтып бара жатырсың. Ал енді айналайын жолың болсын. Тек қана саған тапсырар бір аманат бар. Ол мына бір халқымыз үшін бір қасиетті жазбалар. Ал енді болашағымыз күнгірт, бір Алла біледі. Мүмкін жолығып тағаларымыз. Қайткен күнде де осыны қазақ еліне жеткізуіңді өтінемін. Жақсы аға, аманатыңызды қазақ бауырларыңызға жеткіземін. Алайын енді, аман бол, жолың болсын, қырғыз бауырларымызға сәлемей. Ағаландамаңыз, аманатыңызды орындайын. Аман болайын, жолың болсын. Бұл аманатты Күзебай ақсақал 40 жыл бойы жан адамға білдірмей сақтаған. Ақсақалдың әрекеті түсінікті. Өйткені ол буын кешегі кеңес кезеңінің қорлық зомбылығын, қуғын сүргінін көрген толқын. Қорқыныш пен үрей санаға сіңген. Бойы азат болса да, ойы тұтқын. 40 жылдық құпияның бар сыры осы. Бірақ 1995 жыл дүниеден өтір алдында ол немеренісі Қыдырбек Тотабаевқа Қарлақ құпиясын аманаттайды. Бұл жер Қырғызстанның Жалалабад облысы, Шамалдысай кенті. 90-ды алқымдаған Қыдырбек Тотабаев осы кісі. Алатаудың аржағынан түсірілген мына кадрлер Қырғызстандағы мемлекеттік бірінші телеарнасындағы әріптестеріміздің еңбегі. Құранов Күзебай деген менің ағам болған атам менен туышқан бір туғаны. О кіші 53 жылы 58 менен Жаңжол районынан 12 адам қамалған. 2 жылдан кейін бұларды неме қылып 58 менен контурдап, айдап, аларды Қазақстанға высылка қылған. О жерде Қазақстанның Чурбайнур деген шақтыға барып іштеген екен. Менің ағам менен қазақтың бір профессор бір айтқан екен. Ошо киши қолжасма жазып берген екен. Ана ошо қолжасма маңа берген. Мен ошо Қазақстанда ана Дүйше деген Гүйе баланың қолында екен ошо жерде. Тағдырдың біраз тауқыметін татқан Қыдырбек ақсақалда Күзебай ағасы берген түйіншекті бірден
тығып тастайды 20 жылға. Тек 2015 жылдың басында Астанадағы Назарбаев университетінде оқытушы болып істейтін немере күйеу баласы Дүйшенқұл Шаматовқа тапсырған. Мен ошол анам кайнатамдын атасына айтканда караганда ал эчкимге көргөзбөптүр. Анын бар экенин дагы айтпаптыр. 20 жыл өттү, бирок ошол көптөгөн нерселер жанагы сакталып кала берет экен да. Анын мындай бирөө кыргызда сөз бар го, эме деген. Жанагы эркек бала төрөлгөндө жердин астына таш сүйүнөт экен да. Эмнеге дегенде эркек адам ошол жерди казып туруп ташты жогоруга чыгарат дегендей. Эми ошол 20 жыл өттү, ага маанисине бербей, бул эмне деген, анан буну менен кимге айтабыз деп туруп, по-моему, менимче эч ким деле ойлонгон эмес болушу мүмкүн да. Демек ошол кишинин бизге берген аманаты жок болуп кетпейт деп айткандан анан ошол менимче ошо туура адамдарды таап, ошол аракет кылып эме кылыш негизинде гана бир нерсе болот экен да. Сонымен арага 60 жыл салып, кунду дүние отанымызга кайта оралды. Биринчи кезекте колжазбаны осы саланың білгірі белгілі академик Сейит Қасқабасов ағамызға көрсетуді жөн санадық. Ұлттық руханиятқа мейлінше жаңашылықпен қарайтын академик қолжазбаны 3 сағат қарап шықты. Ғалымның алғашқы топшылауы бойынша тамұқта жазылған бұл еңбек Қыз жібек жырының толық нұсқаларының бір көшірмесі. Бұл Қарлақта жазылуы. Соның өзі біздің халқымыздың рухани мұрасы деген елдің керемет құрметін көрсетеді. Мынау Қыз жібек жыры бұл Жүсіпбек Шайхысановтың версия варианты. Соны түгел бұғысы жазып шыққан. Жазуы өте сауатты және сол кездің істен бұл кісі мына сыртында жазып арағанда бұл кісі түрмеде тұрғанда жазған нәрсе. Жырды толық сақтаған, соған қарағанда жырды бұл кісі жатқа білген. Не болмаса түрмеде отырған кезде сол өзінің жұмысының арасында мына кітаптан көшірген болған. Менің ойымша сол осы Тоғашылық Сайып Мұқанов жайлаған нұсқалар сол болған деп ойлаймын. Қолжазба ақшам, шағын блокнотқа жазылған 90 беттік еңбек. Сол уақыттың талабы бойынша сия қаламсаппен жазылған. Жазуы маржандай. Әр қарпі анық, сөздері айқын, сөйлемдері жинақы. Мекенде Ақтеңіз деген көлі бар. Жаз айлығын сұрасаң, Қаратеңіз жағасы үлкен шамбыл белі бар. Жағалбай елінде Қодарбай атты байы бар. Байлығын сұрасаң, мынау мінекей, мынау 50 жылдарда жазылған мынау әріпті біз 57 жыл өзгерткенбіз. Сұрасаң дегенде, ол дегенде біз кәр сұрасамен жазамыз. Мына кісі мына Сұрасан деп қолымды көрмек байылған. Бұл 57 жылға дейін жазылған. Біз кәр бұны Сұрасан дегенде оны былай жазамыз. Академиктің алғашқы байламы осы. Ал бізді мазалағаны қолжазбаның авторы кім деген сауал. Бірінші кезекте 1950 жылдары қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалымдарымыз Қажым Жұмалиев пен Қайым Мұхамедханов ойға оралады. Екеуі де Қарлақтың қапасын көріп, азабын татқан адамдар. Бірақ лагерден шығып ақталған соң, олар қолжазбасын іздеп Қырғызстанға барулары тиіс еді ғой. Демек, бұл болжам қисынсыз. Қолжазбаның жұмбақ авторы кім болса да ұлттық руханияттың нағыз жанашыры. Неге десеңіз, 1950 жылдардың басында көне ауыз әдебиетіміздің құндылықтары тұтастай жойылып жатқаны тарихтан белгілі. Міне осындай тағдыршешті сәтте қапастағы қазақ профессорының ойындағы дүниелерді қағаз бетіне түсіріп, кейінгі ұрпаққа қалдыруға тырысқан әрекеті нағыз ерлік. Ал осыншама адамның тағдыр тауқыметіне арқау болған Қыз жібек жырының құндылығын бүгінгі ұрпақ танып білді ме? Бұл сауалды белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы Берік Рахымовқа қойғанды жөн көрдік. Шындығында Қыз жібек жырын қазіргі жастар біледі деп айтуға болады.
Оның себебі жырдың негізгі нұсқаларын оқыған жастар да бар қазір. Әрине оқып толық таныса алмағандар да болуы мүмкін, бірақ қазіргі жастарға бұл жырды түсіндіруге көмекке келетіндердің бірі әйгілі Қыз жібек фильмі. Сосын әйгілі шебер жазушымыз Ғабит Мүсіреповтің кезеңіндегі Қыз жібек операсы жазылған. Мінекей осылардың бәрі де Қыз жібек жырын танытуға себепкер болады. Қыз жібек фильмі түсірілген кезеңде Қазақстанның бүкіл элитасы жабылып, осы фильмді керемет қып шығаруға атсалысты. Шында да аса дарынды, талантты адамдардың ұжымдасуымен шыққан бұл фильм жұрттың жүрегін, жалпы қазіргі ұрпақтардың жүрегін жаулап алып десе де болады. Ең басты екінші бір мәселе, қазір кезеңде Қыз жібек жырының өзінің нұсқасымен танысу, оны таныстыруға әрекет жасау және жастардың сүйіспеншілігіне әрдайым ықпал етіп жол ашу дейтін нәрсе, әрине мынау мұғалімдердің, ұстаздардың пәрменділігімен жүзеге асып отырады. Бұл тұрғыдан келген кезеңде қазір Қыз жібекке арналған ескерткіштердің қойылуы, немесе Қыз жібектің өзі басқа жырлардағыдай емес, көп бірнеше жыршылардың талғамынан өтіп жырланып келгенімен бұл көп версиялы емес. Мысалы үшін Қозы көрпеш Баян сұлу 3 версиялы болып келеді. Қыз жібек бірақ версиялы. Негізгі арқау сол Төлегеннің, одан кейін Сансызбайдың Қыз жібек күйліні осымен аяқталады. Бірақ бұндағы аты жібек деп тұрғанмен, бұндағы ең керемет реформатор кейіпкер бұл Төлеген. Төлегеннің шынайы еркін махаббат іздеуі. Әкесі Базарбайдың Төлегенге қанша әйел алып берем десем де, сол уақыттың, сол дәуірдің көзімен бірнеше әйелдерді алып беруге болады, қыздарды алып беруге болады. Бірақ Төлеген осының бәрін қойып, мен өзімнің шынайы махаббатымды өзім іздеп, өзім тауып керекпін дейтін мәселені қойып, сөйтіп жолға шығады. Міне осы жолда ол махаббатқа деген шынайы тазалығын, не тұрақтылығын көрсетіп бере алады. Міне Төлегеннің бейнесі ерекшелігі осы. Онымен екінші бір мәселе ретінде айтылатын, Төлегеннің бұндай адамды неге іздеп жүр дейтін сұрақ көлденеңдеуі мүмкін. Шын мәнінде адамның жан сұлулығы мен түр сұлулығы сәйкес келу ол оңай нәрсе емес. Табиғат сараң. Бізге ондай сұлулықты төгіп бере бермейді. Міне жібек осы тұрғыдан алған кезеңде түр сұлулығы мен жан сұлулығы сәйкес келген адам. Ал енді Беке, мысалы осы Қыз жібектің жырының нұсқалары жөнінде, мысалы ол Қыз жібек жалғыз ғана қазақ халқына емес, бүкіл Орта Азия халықтарына, шығыс халықтарына ортақ мұра деп қабылдай аламыз ғой енді. Қабылдай аламыз, өйткені Қыз жібек жыры мынау бізбен туыстас, жақын, башқұрт, татарлардың кейбір жерлерінде, одан кейін мынау қырғыз бауырларға, қарақалпақтар кеңінен тараған. Бұл нұсқалардың барлығы сүйіспеншіліктен келіп туған. Ол қырғыздардың, қарақалпақтардың немесе башқұрттардың арасында қазақтар жоқ емес. Олардың арасында да бар. Сондықтан олардың айтуымен солардың арасында кеңтіріп, олар сүйіспеншілікпен қабылдап алып кеткен. Бізге де шығыстан келген дүниелер бар. Мына қырғыз бауырларымыздың бұған деген құлшыныспен осынау жырды бізге аманат етуінде бір ризашылықпен қарауымыз керектігі осыдан келіп туындайды. Бұл жырды негізге аударып, тәржімалап, латын қарпінен қазіргі кириллицаға дейін алып келген адам Жүсіпбек Шайхи-Исламұлы болған. Бұл Жүсіпбек Шайхи-Исламұлы сол 37 жылдары қуғын сүргіннің кезеңдерінде сол Шығыс Түркістанға асып кеткен. Ал осы Жүсіпбек Шайхи-Исламның Қыз жібек жырының аудармасы негізінен толық нұсқада 1923 жылы Түркістан Республикасында жарық көрген. Қыз жібек жырының енді бізге соны Қарлақта көшірмесі сақталып, оны қырғыз ағайындар ұзақ уақыт 60 жылға жоқ сақтап, біздің қолымызға тиіп отқан тағы да бір көшірмесі бар. Демек, бұл енді қырғыз бауырлардың қазақ бауыр туғандарына деген сыйластығы, аманатқа адалдығының бір көрінісі ғой енді. Солай, дәл солай. Жалпы мынау түркі тектес халықтардың бір-біріне байланысы, бір-біріне қарым-қатынасы, бұл адамдар арасында қарым-қатынас бір, рухани қазыналар арасында қарым-қатынас болып, дәнекерліп тұрған ерекшелік бір. Рахмет Беке. Осылайша қиын қыстау кезде қырғыз бауырлар ұлтымыздың баға жетпес байлығын сақтап қалып, аманатқа адалдығын көрсетті. Ал осынау құнды дүниенің беймәлім аттарын анықтау келер күннің еншісіндегі міндет. Көріскенше күн жақсы болсын ағайын. Thank you.